сендер мені свалса кетіңдер ма не? Сені күтетіндей особенностың бар не? Жігіттер, мен бүгін жықтым керек. Ал біз ше? Сендер маған әзіл құрастырасыңдар. Ал сен ше? Мен халықты жықтам. Ал біз ше? Ал сендер тігесіңдер. Сонымен тамашалаймыз Данияр мен Мадияр. Менің атым негізінде Данияр, бірақ мені барлығы Дикий Данияр Дарабоз деп атайды. Ауылда шарға безініп қой. Ауылда шарға безініп қой. Ля-ля-ля. Дикий Данияр Дарабоз тағатса! Тамашалаймыз бауыры жұмыс істемейтін адам. Алло, бауырым жата бермей жұмыс істесеңші. Онлайн сабақта болған жағдай. Ал балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар, үй жұмысын жазбаймыз. Ой, неге? Осы онлайн сабақты бәле болды. 2073 болған атасы мен немересінің оқиғасы. Көреміз. Әне балам, көрдің бе? Ол заманда адамдар киініп жүрген. Сен немене шешініп алғасың? Бар ел! Тамашалаймыз. Өте тәрбиелі бала карта ойнауда. Кімде алтық? Менде. Жүрсейші енді. Аға, сіздің жасыңыз үлкен ғой, сіз жүре беріңіз. Ой, конечно! Мен сіздердің алғаныңызда өнер көрсеткен. Кішкентай болса да армандары бе? Ойна Адам командасы! Рахмет, үлкен Қаржау ауданы ойнап айтам командасы болатын. Әлмен қарай жалғастырайық. Ортаға болса Мартбек Тоқмырза ағамыздың жерлестерін шақырсақ па деп тұрмыз. Қарқаралы ауданы Нұркен ауылы Ахахай командасы. Тіректен қалмайтын ауылдың қарадық балалары. Біз келіп қалдық. Қарағанды, встречай!
кетпеңіздер. Қазір білетіндеріңіздей соғым уақыты бітті. Мартбек Тоқмырза туылған ауылдан келдік. Нұркен Әбдіров батырдың батыр ұрпақтары. Біз бастаймыз! Ал енді құрметті көрермендер, әзілімізді бастаймыз. Өзін-өзі ұстай алмайтын ешкі. Әр ауылдың өз қызықтары болады. Біздің ауылдағы Махаббат көпіріндегі екі жас. Жаным, сен әдемісің, сен сұлусың, сен фигураң 90-60-90. Жаным, не дегенсіздер? Екеуміз Титаник болайықшы. Өмірімсіз махаббат! Мен Бақтарбекті сүйемін! Жаным, қайталашы. Жөні жүрмейсің ба? Кетіп айтқаның не? Шалғай аудандардың барлық мектептеріне бейнебақылау камералары орнатылған. Біздің мектепке де камера орнатылды. Тамашалаңыздар. Директор аға, сіздің мұғалімдер жиналыста күтіп қалды ғой. География пәнінен экзамен тапсырып отырған оқушылар. Тук-тук. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгін бізде географиядан тест. Сіз орындайсыңдар қаз беріп. Давайте болыңдар. Американ бізде. Апайымыз болдық. Молодцы. Сенде оған жаттың. Құдайым, Мәскеудің астанасын Қытай қыла көр, ау. Ал достар, көріп отырсыздар, арамызда әншіде, спортсменде, тіпті аттың құлағында ойнайтын шабандозымыз да бар. Аттан түспе, палуан, аттан түспе, әр қатаңдай бет бол атқан іске. Қазақтың салт дәстүрі не болады? Қазіргінің жігіттері аттан түссе. Тағы да айтамыз, Мартбек Тоқмырза туған ауылдан келдік. Мартбек Тоқмырзаның ауылдастарына Мартбек Тоқмырзаның ауылдастарын жүлдесіз қайтармайды деген ойдамыз. Сіздермен Аққай командасы. Өте керемет. Мартбек Тоқмырза ағамыздың жерлестері Қарқаралы ауданы Нұркен ауылының жігіттеріне бір қошеметтеп қойыңыздар. Біле білсеңіздер, бұл кісілер ең алғашқы рет сахнаға шығып тұр жалпы. Бір қошеметтеп қойыңыздар, қолдау отырып. Әлі қарай жалғастырамыз. Алдыңғы жылғы Мартбек Тоқмырза атындағы кубоктың егерлері, арнайы жүлденің егерлері Шет ауданы Ағадыр кенті Гайкыбастар командасы. Құрметті әншілер қауым, назарларыңызға туралдан жастар талабы жасайын.
Ауылдың кәлипастар кетіп қалды. Кешар қарағанда! Мына кісілер ойлап отырған шығар, мыналар кімдер, мыналар қайдан келді деп тұрған шығар. Сондықтан өзімізді таныстыра кетейік. Бұл Еділ командадан жомарт адам. Жомарттылығы соншалық фамилиясы Әбіш. Ал бұл Шыңғыс еріккен адам. Еріккені соншалық саусағын вареньяны тығып ойнап отыратын адам ғой. Ал бұл Димаш еріккен жігіт. Еріккен соншалық ипподромдағы аттарға шөп шайнап берген жақсы көреді. Ал бұл Нұржан күннің көзіне шомылған жақсы көреді. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай. Нұржан, тұрай! Ол Бекнұр біртүрлі адам. Біртүрлігі соншалық ол аптан сенбі күндерін ол үйіндегі терезесін жалайтын әдет. Бұл сайрап тұрған бала кім десеңдер, бұл Мәди. Мәди кішкентай шайнектес қайнайды деген мақалдың амбассадоры. Бұл жерде кім красавчик деді? Қалайсыздар, жігіттер? Жақсы, сендер бұл жерде не болып жүрсіңдер? Бұл жерде не болып жүр? Түбен, жайдарман, күлдіру қажет. Күлдіру менен қалған зат қой. Басшылардың кім? Еркотик ағамыз ғой, Еркотик. Бегемотик, котик. Наркотик. Ассалаумағалейкум. Сіз жүргізушісі ғой? Иә? Праваңыз бар ма? Жүргізуші болуға? Жоқ. Жоқ па? Неге алмайсыз? Білмеймін ғой, ала алмайсың. Айтам әзіл ғой. Жігіттер, Еркотик аға мен бұрынғы қызыма ұқсайды екен. Инстаграмда жауап бермей ма не саған? Жоқ, оның да аузы беті сақал. Ендеше осындай бөліммен біз бастаймыз. Достар, тамашалаймыз. Айнасы жоқ шаштарас. Аға шашы зауып болдым. Сипалап көрінші. Тамашалаймыз. Тістердің арасында тұрып қалған ел. Аясың біреудің жұқылағанын күтіп. Өмірде қыз деген ұғым болмаса. Балам бергеш. Ал папа. Қалайсың папа? Сен жоқта Беканың үйінде көп жүретін болыпсың. Беканың ішінен қалмайсың. Бірге Мекаға барасыңдар, қыдырасыңдар. Оның үйінде қонасың. Араларында бір нәрсе бар ғой деймін. Жоға папа, қоя берші. Ештеңе жоқ қой арамызда. Бека, шынындай шешеңді шақырам. Шешемді шақыра беріңіз. Жарасып бергеш. Баласына өлтеп. Қоя саш. Баласына қатты уайымдайтын ананың түрмедегі баласымен сөйлесуі. Алло, балам. Түрмеге отырдың ба? Бәрі жақсы ма? Енді шыққан кезде хабарлас, иә?
келіп жатыр. Сонымен көреміз, тар джинсы киіп алған жігіттер таксида. Керек болды братан. Қанша? 5000 теңге, 5000 теңге. Газ. Салмай тұрмын. Бұл жақта жоқ. Мәңіз 10 000 теңге сдача бар ма? Сдача болу керек қазір. Құрметті достар, қазақта 13-те от әуесі деген сөз бар. 13-те от әуесі болмасақ та, бір көптің несі болға үміттеніп келген яйы кластар ұрамыз. Рахмет. Жүрегімнің иесі, айтпасың да сөзіңмен. Бәрекелді, Шет ауданы Ағадыр кентінен түрлі командалар шығып жатыр. Ендеше келесі тағы бір Ағадырлық командаға кезек берсек, ортада тағы бір ерекше топ Аманат командасыға салыңыздар. Бәріміз ауылдың баласы. Нағыз қазақи ауылдың баласы. Біз қазақтың тұрғын өскенбіз. Қызымызбен құраншыл өскенбіз. Қазық аша жегенбіз. Қазақтың жылқысымен өскенбіз. Бір үйіммен айтқанда қазақтың нағыз қазақи ауылынанбыз. Біз бәріміз Қытайдың чипсыйын, Американың бургерін, шетелдің коласын ішкен қазіргі заманның жастары келіп қалды, қарсау қарағанды. Жалғас, маған не айтып келатсың? Түкті түсінген жоқпын. Сен алдың ойында болмадың ғой. Сол кезде Жомарт ағалар ұлан-асыр маусым ашар ұйымдастырды. Ол маусым ашарға 60 команда, 100 шақты жайдарманшылар келді. 5 күн той, 5 күн ойын ойналды. Іріктеу ойыны, мектеп лигасы, осы ойындардың бәрі осы достық үйінде өтті. Сонда осы достық үйінде жайдарманнан басқа бір нәрсе болды ма? Кеш қарағанды. Жігіттер, бүгін Мартбек Тоқмырза ағамызды Азыркеш фестивалі Мартбек Тоқмырза ол белгілі журналист және ұстаз болған, оның мәселенің мәні және жымиясы маған атты кітаптарының авторы. Осы ойын жылда бір рет болады. Жыл сайын сайлау сияқты болады деп. Жігіттер, мен түсінбедім, жүргізуші Ернат аға қайда? Естімедің бе не? Ернат аға отыр ғой. Қой, қашаннан бастап отыр? Примерно 30 минут болған. Кеш айтты ғой, Әділ қазылар алқасында отырам деп. Ернат аға отырған қалай екен? Алло, кім? Газ достыр? Кім? Қоймадың ғой деді. Ұрым кел қойым. Шоколад. Аған, шоколадтың не керегі бар? Мен өзім шоколадтың ғой. Ерке болған ағай, бағана сіздің соткаңыз менде қалып кетті, ренжімеңіз. Шоколадқа жүрме.
ойлаймын, бүгін өз керегімізді алуымыз керек. Мысалы, жалғыз саған не керек? Читалыққа жүр. Жомарт аға клубқа жүр. Келесі отырған әділқазымыз Заңғар аға. Құрметті Заңғар аға, сіз 2011 жылы Ағадыр кентінде қаңтар айында той жүргіздіңіз бе? Мен 2011 жылғын сентябрьский. Есептеңіз, 9 айдан кейін мен өмірге дүниеге келдім. Әке, бабачым. Жалғас, сенің әкең біздің ауылдағы Сәрсенбай аға емес пе? Экранға назар аударайық. Нұрлыбек, мен саған қашан айтам, ол сенің әкең, сенің. Сөз соңында мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Александр Сергеевич Пушкин. Аманату не сделайте қиянату. Everybody come on, you sing it. Үлкен рахмет, Ағадырлық аманат командасы болатын. Әрмен қарай жалғастырайық. Енді академик Бөкенов атындағы Қарағанды университетінің JC жігіт сұлтандары командасына кезек береміз. Ассалаумағалейкум. Білім ордасынан болашақ ұстаздарыңыз келіп қалды. Бүгін 1 апрель. Біраз іздемедік па? Бүкілін алдамадық па? Алдаудан қоя тұршы, билік деген бізді 30 жыл алдап келді ғой. Досым, біз саясат туралы айтпайық дедік қой? Оны алды саясат деген тұратыр. Ауыза шардан кейін бір штук темекі тартады. Сен алдауды қойсаш? Досым, бүгін керемет ойын көрістік. Қандай ойын ол? Небывали ойын ше. Андай, сәресінен біздің ойынды көріп алған соң сәресінің уақытында ұмытып көтетін ойын. Құрманның орнына киви жеп қоятын ойын дейсің ғой, короче. Бірақ та әке, біз не айтып кеттік? Одан да актуалға айтайық. Давай, не айтамыз? Бүгін мен машинам туралы айтайық. Машина ма? Машинам құтты болсын, досым. Өзі бір машинаңда сұлуыңды сипаттап жүрсеңші. Қап-қара салон, жап-жаңа баллон, аэрат мафон, Лада пятнашка. Лада пятнашка. Бірақ ше, сол тонировка, мен машинада 100% тонировка. Бірақ ең қызығы, таныстарды көрген кезде амандасқанда басымен қолында тіреп амандасасың ғой, әйтпесе көрмейді мен олар. Досым, сен машинаны арты алды бүкіл тонировкаға, арт шағында диге арды ешін дейсің ғой. Енді сен жаман ойлар мазалайтын JS біз бастаймыз. Олай болса тамашалайық, өз қанынан қатты еркелейтін уәзір. Қане! Не болды?
Ғаним! Ёптин. Ғаним! Не қылдың, не болды? Машин кеп тұр. Тамадасы қалай? Тойда солай, ұятсыз тамада. Қарай. Бәлекет ана картонары зевалиядан бұрын аяқтадық, енді құдағи сөз кезек өзіңізде. Олай болса тамашалайық. Атасы мен немересі орманда. Ата, анау неменеңізі? Ол қоянның ізі. Ата, анау ше? Ол қасқырдың ізі. Ал анау немене? Ол енді аюдың ізі. Ата, анау неменені? Бұл адамдардың ізі. Біз қазір кеткенде осындай із қалдырып кетеміз ба? Жоқ бала, біз артымыздан таза із қалдырамыз. Ойынның соңына да келіп жеттік. Бұнымен біз не айтқымыз келеді. Әрқашанда, әр жерде өз орнымызда таза қалдырып кетейік. ПС администрация, дом дружбы. Сіздермен болған бұрынғы ханның ұрпақтары, қазіргі елдің сұлтандары. Рахмет, Қарағанды. Ойбай, мұтып кетіп болмай. Бәрекелді, рахмет. Бөгет Фатма Қарағанды университетінің жігіт сұлтандары командасы ендеше келесі кезекті болашақ жоғары колледжі болашағы бар командасын шақырамыз. Неге? Күн суып кетті, жоқ қайтқан шақтады ғой. Алдыларыңызда сәлем деген сөзді айтып білмейтін болашақ етсіңдер ме Қарағанды. Ол Асылхан. Асылханның жаман жері сөзінен шатасуы мүмкін. Қазақстан халқына анау қызмет етуге, темірмеуге ант етемін. Асылхан, сен сөзінен шатастың ғой. Жоқ, бұл мен емес. Депутат ағаларымыз шатасқан. Қазақстан халқына анау қызмет етуге. Ал бұл Айдос. Жігіттер, қыздар кеше тойға бардым ғой. Жігіт жолдас болдым. Жігіт жолдас жайма, ана қыз жолдас мен дос болдым аумайды. Әдемі екен жанарын, көзімді алмай қарадым. Бұл Назира. Назира бүгін жюриларға ойнаймыз деп шешті. Ернат аға, сіз сондай әдемісіз. Сіз ең күштісіз. Сіз ең күшті жүргізушісіз. Назира. Ау. Қумаш. Жігіттер қыздан қумайып нәрсе шығардым ғой. Қандай? Мысық итке қарап вискіз шешсін бай депті. Ол біздің Ақбала. Ақбала, ауырып тұрған сияқтысың. Бара берші. Негізі сендер дұрыс ойлап жатқан жоқсыңдар. Мен сендерге кеңес айтайын. Ендеше Асылханнан келе салу айтады. Қазіргі таңда одноразовый бандиттар көбейіп кетті. Соларға Асылханның айтары. Айдос, мен саған конкретно бір ақылымды айтайын. Сен көшедегі бір атаңдарын сыйла, не унывай. Дыши, а то умрешь. Come on, everybody, put your hands up. Бәне де Асылхан шутка хабарлауға кеңес береді.
темекінің сыртынан сурет қою орталығында болған оқиға. Келесі. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Суретке түсейін деп. Жоқ, сен тұрып келмейді ғой. Қалай келмейді? Сен слишком әдемі екен. Солардың әңгімесі. Не болды? Ішіп тастады мен. Қалай ішіп тастады? Кәдімгідей кружкамен ішіп тастады. Саған не болды? Мен давно сығырып тастады. Гардеробында бір ғана киімі бар тиктокер. Сәлем достар, бүгін бізде Гельтра USB, біз бүгін печатайтын боламыз. Сосын болды бітті. Қазақ қызы Неймардан сұхбат алса. Неймар, бүгін бойың қалай өтті? I'm from, Бразилия, Қазақ, Португал. Баланың тұсауын көкпаршы кессе. Ақбаланың мұның мінбірдегілерге жеткізу үшін сенбі кешінде достық үйінде тікелей міне жолықтық сіздермен. Тапатал түсте Ақбаланың бұлай құлағаны хайбассыздық. Таздан тарақ сұрама демекші таздығайдан Ақбалаға көп қарау денсаулыққа зиян. Аурума айтамыз. Сіздермен бірге болған мен Данияр Аяулым арнайы фестиваль үшін. Тірліктеніздік келеміз қайда. Қос озамыз көп, неге біз айға. Күш табатындай, құс қанатындай. Мейірім қайда, мейірім қайда. Солай емес пе Аяулым? Ендеше аяқтаймыз. Бірінші сәуір бұл күлкі күні. Бұл Франциядан бастау алып десе, сол себепті біз француздардың сөзімен аяқтаймыз. Мерси. Сіздермен бірге болған болашағы бар, болашақта кездескенше.